Қайырлы күн, достар. Бүгін өте дәмді фарш пен көкөністер қосылған ерекше рататуй дайындайтын боламыз. Ерекше рататуй жасау үшін әуелі фаршқа пиязды ұсақтап турап араластырамыз. Содан соң қалауымызша тұз саламыз және қара бұрыш қосамыз. Үстінен бір жұмыртқаны жарып салып, жақсылап араластырамыз. Фарштың басы бірігу үшін ванная крупадан 2 ас қасық қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Фаршты жұқалап, дөңгелектеп, жайып дайындап аламыз. Рататуйға қосатын соусты дайындаймыз. Блендерді алып, 200 грамдай цветная капустаны брокколи саламыз. 2 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық сырный соус, 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. 150 мл су құйып, масса дайын болғанша блендерден өткіземіз. Содан соң духовкаға арналған ыдысты алып, алдын ала кесіліп дайындалған көкөністерді, яғни баклажан, кабачки, сәбіз, картоп, пияз, қызанақты фаршпен бірге араластырып отырып, кезекпен ыдысқа орналастырамыз. Арасына бірнеше сарымсақты саламыз. Үстінен алдын ала дайындап алған массаны құйып, соус түбіне дейін толық барғанша араластырып қойып қоямыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Тағамды ыстық күйінде ұсынуға болады. Міне достар, өте керемет, дәмді, ерекше рататуй дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.